Қараңыздар, бүгін бізде екінші выпуск, да? Тағы бір рет. Иә, тағы бір рет. Қараңыздар, бүгінгі тақырып ауадан алған тақырып біз Инстаграмдағы сіздердің жазған сұрақтарыңа және запросқа байланысты сол теманы талқылаймыз деп шештік. Мынандай, біз екеуміз андай дисциплинаның бір үлгісі ретінде ондай адамдар емеспіз, бірақ талқылауға әдемі, потому что көп адамға, именно қазіргі біздің жастарға СССР-дің адамдары енді бүйтпей қойын, бірақ олар андай система үйренген, бүйтман кеткен, андай жоспарлаған жақсы көреді, дисциплинамен жүреді, все, бүйтем. В общем, өмірлер бәрі пандалған сияқты да. А біздің жастар андай болып кеткен, типа по желанию, хочу істеймін, не хочу істемеймін деген сияқты идеялар да. В общем, сондай тақырып талқылаймыз. И дисциплина қатысты сенің ойың вообще ол дұрыс па дұрыс емес пе деген сияқты. Потому что екі стереотип бар ғой. Біреу айтады, мен когда нені жасаймын, допустим, Конор сөйтіп айтады ғой, тренировкасында, типа мен тренировканы мен кішкентай бала сияқты сезінемін өзімді. Допустим, айтады, допустим, мен бүгін кардио жасағым келеді дейді да, кардио жасайды, андай емес, жоспарланбаған деген сияқты идеямен жүреді. В общем, екіге бөлінеді әлем, как всегда. Соған қатысты сен не ойлайсың? Вот как раз осыған қатысты айтайын деп жатқан негізі. Да? Конорға айтасың ба? Жоқ, Конорға қатысты емес. Вот хочу, не хочу деген сияқты. Иә. Чисто өз ойымыз, әңгіме так астанасын да кетті. Андай ғой, типа, я делаю то, что хочу, немесе дұрыс план бойынша жүремін. Бағана сен айтқандай, реально екі стереотип бар, который екіге бөлінеді. Біреу планмен жүру керек, сол дұрыс деп ойлайды, ал екіншісі зачем өзіңді бір рамке қойып, сен күнде таңертең тұрып, өзіңнің қалаған нәрсеңді істе деп айтады. На самом деле, дисциплинада рамка жоқ деп ойлаймын менше. Менің түсінгенім бойынша. Потому что ол всегда хочумен болады сияқты. Дисциплина сенде всегда хочумен ғана болады сияқты. Если сенде хочу болмаса, онда по-любому ол дисциплина болмайды сияқты. Потому что Марғұлан Сейсенбайдың керемет бір жақсы бір сөзі бар да. Адамды привычкамен өмір сүреді адам. Если сенде қандай привычка болса, сен сонымен өмір сүресің. Например, если сенде обедте тұру, обедте бар бірақ ұйқыдан ояну, ол на самом деле ол сенің жалқаулығың емес дейді. Ол сенің привычкаң дейді. Получается, сен сол привычканы қалыптастырғансың дейді. Вот сондықтан шыққан нәрсе ғой, анау привычканы өзгертуге болмайды. Жойып жіберуге болмайды, оның орнын алмастыруға болады деген сияқты. И осы дисциплинаға қатысты бағана план деп отырық қой. В основном неге адамдардың айтамын да, неге осы адамдар дисциплинамен жүре алмай кетеді, потому что олар біреудің планын алады да. Например, маған керек нәрсе, скажем, жүгіру. Мен хочу қатты жүгіріп, мен кардиомен мықты айналысқым келеді да. Бірақ оны қалай дисциплинировать ететінін білмеймін. И мен келесі бір адамды көремін, қараймын, ол качка жасайды. Бірақ ол дисциплинированный, скажем, да. И тұрамын да мен соның кестесін аламын да. Яғни сол сияқты істегім келеді да, мен барамын да жүгіруді емес, качка беруді бірінші орынға қойып аламын. Скорее всего, мен оны через не хочу істеймін ғой. По-любому қанша дисциплина болғанымен ол бір күн істейсің, екі күн істейсің, үшінші күн істейсің, и в конце концов ол нәрсе уже дисциплина ол сені сындырып жібереді. В конце концов. Ол уже сен қалағандай нәрсе болмай қалады. Мен оны неден түсіндім, ол просто мен өзім солай жасадым да. Помнишь, сен челлендж қабылдадың ғой? Мен де тура солай челлендж қабылдаған келді. Бірақ білесің ғой, қанша рет қабылдасам да мен асып кетсе 3 күн. Дальше не хочу уже. Көбісінде сондай ғой негізі. Көбісінде сондай. Андай болды да, ол челлендж қабылдаған дұрыс, но бұл жерде мен сенің планыңды алмауым керек екен да. Сен жасаған нәрселерді жасаймын деп алмауым керек еді. Менің не нәрсе жасағым келеді, мен не нәрсені түзеткім келеді мысалға. Мен таңертең ерте тұру, может, маған керек емес шығар да. А мен тұрдым да, оны графигіма қойып алдым таңертең. И всегда через не хочу тұрып жатырмын да. И осы моментте менің жасап жатқан нәрсемнен смысл кетіп қалған сияқты болады да. Как будто мен жасап жатқан нәрсе бессмысленно. Ол мен қалап отқан жоқпын ол нәрсені басқа біреу қалап отыр. Из-за этого менде не болады, каждый тұрған сайын спад болады, наоборот спад болады. Потому что, именно бұл таңертең тұрған қате деген сөз емес, ол таңертең тұрған, бірақ всегда это хорошо, но мысал ретінде ғой. А я хочу обедте тұрып, обед емес енді, таңертең сағат 5-те емес, хочу асықпай сағат 9-да тұрып. Бірақ, может, басқа нәрсе бар шығар, мен жасағым келетін да. Мысалы, күнде таңертең 9-да тұрдым, не нәрсе, кітап оқу, соны қолыма алғым келетін шығар, мысалы. Таңертең тұрып, мен соны реттестіру керек еді да маған. Біреудің дисциплинасын емес, мен өзімнің жаңағы не қалаймын, сол нәрсеге көбірек фокус қойып, сол нәрсені реттеуім керек еді. Бағана хочу дегенге байланысты айтып жатқаным ғой. Дисциплина тоже через хочумен келеді сияқты. Енді қара. Так, оны қарайшы. Не қара ма? Осылай отырсам
просто ана кадрдан шығып бірдеңе тұрсын. Все. Енді қара мынандай нәрседе ойым кетті ғой. Енді мына нәрсе допустим, сен айтып жатрсың, что типа таңертең мен тұрғым келмейді. Типа сенің неңді аламын деп. А когда челлендж басында құрастырған кезде, по идее, денсаулық деп құрастырылды. Үшінші, төртінші пункт, яғни сен өзің қалайтын нәрсе сол кезде Инстаграм пост болған. Да, сол кезде ол кімнің желаниесі болды сол кезде. Ну, желание болғанда ол қалай андай нәрсе болды да, просто қара, мен айтайын дегенім, осындай моментте, допустим, если типа сен мен жақсы көретін нәрсені деп істей беретін болсаң, мен өзім өйтіп сөйлеймін. Сөйтіп істейтін безім, сонда сила воли деген нәрсе қайда, ол нәрсе ұмытылып кететін сияқты да, как будто бы. Потому что мынандай да, ну, как бы Майк Тайсон әңгімесі ғой, типа, дисциплин деген сен жасаған келмейтін, бірақ жасау керек нәрселер да. Допустим, сен кітап оқуды жақсы көру қиындау, бірақ оны сен жасау керексің да. Допустим, кітап оқығың келеді, бірақ не дейді? Саған сила воли керек басында. Сен жақсарып кету үшін, ең бірінші бастап кету үшін, как бы ты должен себя перебороть ол нәрсені жасауға. И, допустим, 21 күн бойы андай сила волиді шамалы қосып, жасап кеткеннен кейін сен можешь жақсы көріп кетуге да ол нәрсені, как привычка еніп кету үшін сен басында сила воли керек ау деп ойлаймын. Жоқ, ол дұрыс қой. Кітап оқыған дұрыс. Мысалға дисциплина не үшін керек? Сен қалаған нәрсеңді, мысалға сен не нәрсені түзегің келеді. Мысалға жаңағы нәрсе айтып отқан, мен может таңертең ерте тұруды мен түзегім келмейтін шығар, может. 7-те тұру это мен үшін нормально шығар деген ғой. Просто бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Сенің кері привычкаларың болады, которые саған ұнамайды. Менің теріс привычкаларым болады. Бірақ екеуміздің де кері привычкаларымыз, теріс привычкаларымыз бірдей деген сөз емес қой. Мысалға ты должен бороться өзіңнің привычкаңмен, дұрыс емес привычка. А мен өзімдікімен. Мысалға мен сендегі теріс привычкалармен мен күресіп жүрсем да, ол менде жоқ бірақ. Вот енді қара. Скорее всего, маған керек емес. Онда қара, мен де өзімнің немен күрескен кезде, маған да қиын ғой. Дұрыс қой, қиын ғой. Вот, қиын болған, сен темада болып кетті, типа, если әркім өзінің несін алып алса, допустим, сенің, как бы сен челленджі қойып кеткен причинаң, мен сенікін алып алдым деген идея болып тұр да. Ал не думаешь, что просто сила воли жеткен жоқ деген нәрсе, ондай ой жоқ па? Сила воли жеткен, мен де басында солай ойлағам, бірақ мен өзім жасағым келген нәрселерді, өзім өзгерткім келген нәрселерді мен істеген кезде, бірақ олар получился же, деген ғой. Просто мынандай нәрсе, любой нәрсе сила волимен келеді. Ол по-любому, оған мен келісем. Бірақ анау нәрсе бар ғой, сен өзгерткің келетін нәрсе бар, просто, видишь? Бұл жерде мен, ол тоже қиын нәрсе. Мысалы, таңертең ерте тұру маған қиын, бірақ мен оны өзгерткім келеді. Дұрыс па? Мен таңертең тұрғым келеді, бірақ тұра алмай жүрмін. Бірақ мен хочу. Бірақ мен кітап оқығым келмейтін шығар да, мысалға ше. Мен кітап оқудың орнына, мен может аудио подкаст тыңдағым келетін шығар. Мен сол нәрсені может маған жөндеген дұрысырақ шығар. Просто мен ойлаймын, әркім өзінің табиғатын кішкене зерттеп алу керек шығар деп ойлаймын да. Просто андай нәрсе ғой. Мысалға, лично мен өз басымнан айтайын, мен всегда ойландым, мен когда обедте тұрған кезде, все, я весь день, не дейді? Весь день мен все уже наперекосяк кетті. Дальше мен еш нәрсеге үлгермейтін деген ой болады мысалы. А на самом деле, анау жақсы сөз бар ғой, мәселе сенің қанша ұйықтағаныңда емес, мәселе сенің ояу жүргенге не істегенің деген сияқты. Дұрыс па? Ал адам мысалы сол нәрсесін өзгерткісі келеді ғой. Именно сол нәрсе, өзінің қалаған нәрсесі бар ғой, оны өзгерткісі келетін. А мен именно сол нәрсемен, мен не үшін түстен кейін дальше уже мен күнім мәні жоқ болғандықтан, мен естен мен таңертең тұрсам мәні болады сияқты деген ой болды да, мен соны қостым. Бірақ мен таңертең тұруды қосқан кезде ол сенде жоқ еді деген сияқты да, мысалы. Ол сенде болмауы мүмкін. Сен басында 5-те тұру не обязательно деген не болды ғой, сенде қайда болды ғой? 5-те тұру не обязательно деген. Вот видишь, сол сияқты, ал ол мен үшін маңыздырақ болды деген сияқты тема ғой. Адам өзінің не нәрсесін өзгерткісі келеді, сол нәрсеге дисциплина қойса, мен ойлаймын, скорее всего, ол барады до конца. Ол еще ең бірінші нәрсе ғой. Ол, допустим, бәрін таптың, сен бір ерте тұрғың келеді, потому что исламның басыңа сіңді, таңертең береке бар, оның түсінде осознать етті, бол таңертең тұрады деп. Просто мынандай ғой, если біз қазір үйтіп айтатын болсақ, андай ой пайда болады да. Допустим, бір челлендж қабылданды бұл. Қара, айтсаң до конца. Челлендж қабылдады. Челлендж қабылдағаннан кейін автоматтың бір қиындық болды да, өзінің таңертең тұра алмай қалды, допустим. Оған нәпсіге күшті аргумент айтуға. Ол не твое шығар. Не твое шығар, любой нені алсаң да солай айтады. Вот, сол айтып отқаным. Чтобы вот сол нәрсе, чтобы андай нәрсе болмай кетті, оған причина болмай керек. Допустим, сен айтасың, типа, может, мен сенікін алып кеттім ғой, сол кезде ойландым деген сияқты идея. Бұл нәпсі саған просто айта береді да, сен оныкін біреу. Не, брат, сен менің ойымды түсінбей қалдың. Жоқ, сенің ойың емес ол.
просто олар бастаған кезде олар сонда ой пайда болмасын деп. Түсіндің ба? Типа қиындық болды ма? Не мое деген сияқты. Типа если это мое, оно типа легко келу керек деген идея болып қалмау керек та оларда. Вот сол идеяны ашып жүрсе. Қара, былай ғой, мен айтқаным мынау. Когда челлендж қабылдаған кезде вообще челленджда шешім қабылдаса да челленджда емес, ішпеймін деп қабылдаса да. Мысалы мен былай айтар едім да, бірінші сен не нәрсемен күрескің келеді. По идее сол нәрсені анықтап алу керек. Ал андай емес, кім челлендж қабылдай керек, немесе кім самодисциплинамен айналысайын деп жатыр, мысалы сонымен бірге айналысайық, это нормально. Бірақ сен в любом случае бірінші өзің не нәрсені істегің келеді, сен сол нәрсені тауып алуың керек сияқты да. Вот қара, көп ол навязанное желание деп ойлаймын, потому что найти свое любимое дело, бірдеңе деген идеялар. Сондықтан сенің ойыңша сонда любой адам челлендж қабылдаса, сен дисциплинаңды жаңағы көтеру үшін сен просто соның істегенін қайталауың керек, да? Ең біріншісінде, иә. Мен олай ойлаймын. Ең біріншінде, иә, потому что если сен любимое делаңды типа іздеп жүре берсең, но мен кім екен, любимое делом емес па деп іздей бересің, мен любимый делом қайсы екен деп іздеп жүресің да. А если сен, допустим, действиеға кіріп кетіп, допустим, давай мен челлендж бастап көрген жоқпын, давай мен кірейін бір нәрсеге, жаңа нәрсеге кірейін деп кіріп кетсе, ол өзінің тез ол бүйтіп ойланып жүргеннен көрі, ол любой бір челленджді бастап істеп жатқан кезде ол сол кезде түсінеді да өзі не екенін. Өзін былай айтқан кезде адам іздеп жүрмеді, ал ең баста келген нәрсені просто бастап кетті. Ворваться в драку, потом разберемся деген идея. Типа бастап кету ғой. Вот, бастап кету керек. Ең біріншісінде сол дұрыс деп ойлаймын. Кіріп кетеді, кіргеннен кейін ол өзінің типа түсінеді, так, мынау бар екен, челлендж деген нәрсе осы екен. Типа, допустим, любой кітап оқысы келмейтін адамды, даже келгісі келетін адамды, оның болі болса да, болмаса да, кітап оқыған адам в любом случае лучше болады. Таңертең тұрған в любом случае лучше болады. Как не көрсе ол енгізгісі келсін, келмесін, не оны күрескісі келсін, келмесін, кітап оқыған адам, таңертең ерте тұрған адам, спортпен айналысқан адам, самый главный нәрселер да. Ол по-любому өмірі өзгереді. Бірақ осын жасағаннан кейін олар түсінеді, типа, оказывается, күнде бір нәрсені жасап жүрсең, сен оказывается өмірің кешегіне ұқсамайды. Кешегіне да. Өсеру содан кейін бір челлендж жасап көреді, солай біреудің арманымен жасап көрсін да бір рет. Потом тұрады да, так, под себя құрастырады. Енді мен жасап көрген челлендж не екенін көрдім. Тема нәрсе екен. Потому что айтады ғой, Шонбайда айтады ғой, типа Алланың сүйіктісі ол күнде тұрақты бір жасау. Кішкентай, бірақ тұрақты жасау деген сияқты. И в любом случае даже сол банальный нәрсе кітап оқу, ерте тұру и нені алса, тағы бір не болып еді. В общем, үш әрекетті алса, содан бастап кетсе, самый спорт. Да, базовый. Потом болды, дальше уже кетеді. Біреу может отказдан қорқатын шығар. Күнде, допустим, отдел продажи болса, күнде мен 10 отказ алу керекпін деген сияқты идея айтады, челлендж қабылдайды. Соны бірінші қабылдасар сразу. Вот бірінші просто түсініп алу керек қой судың. Потому что бесінде қадалып қалуы мүмкін. Просто ең басында ол баналь нәрсені жасап көру керек та, қарапайым нәрсені. Потому что 5 отказ до конца бару қиын болады. Потому что ол мына нені, яғни результатты, когда ол таңертең тұрғаннан кейін результатты, кітап оқығаннан кейін результатты, спортпен айналысқан результатты ол бірден көре алады да. Так, потому что режим дұрысталса беттегі безеу кетеді деген сияқты. Бүкіл кете береді, процесс сразу кетеді. Ал ол түсініп алғаннан кейін болды. Дальше кете береді деген сияқты, түсін ба? Типа сондай идея. Даже конкретно екі не қалай айтсам болады. Иә, өз ойыңды айта ол. Вообще екеуміз екі бөлек түсінетініміз, потому что біреудің челленджін қабылдау это мен соны навязанный деп ойлаймын. Сен мысалға айтып жатсың ғой, жаңағы өзің ісің табу это навязанный идеялар деп ше. Потому что бізге мынандай нәрсе айтылған. Айтады да, мысалға сен халықтың алдында не қабылда дейді. Декларация қабылда дейді. Челлендж қабылдау наподобие этого тоже. Халықтың алдында сен челлендж қабылдайсың. Бұл нәрсе жақсы дейді да. Бұл нәрсе уақытша ғана нәрсе дейді. Бұл сен қабылдайсың, қазір челлендж қабылдайсың, 17 күн орындайсың, скажем, 30 күн деген ғой, 30 күн орындайсың. Неважно, сен 10 күнге қойдың, 7 күнге қойдың, но если ол навязанный болса саған, сенің мақсатың өзіңді жақсарту емес, просто берген сөзіңді орындау ғана болса, ол сол моментке жеткенше ғана болып қалады да. Сол моментке жеткенше. И когда сен қалай сол моментке жеттің, сенде облегчение пайда болады. Мен самый главный осы моментке жеттім. Бірақ ол до конца жалғаспайды ғой. Неге жалғаспайды білесің ба? Потому что ол привычка болып қалыптасқан жоқ өзінде. Ол неге привычка болып қалыптасқан жоқ? Ол каждый день через сила воли өзін көтеріп жүрді, базар жоқ, көтеріп жүрді. Бірақ ол нәрсе
ақырын ол осознавать етпесе өзіне керек екен ол нәрсе ше, ол дальше жүрмейді да, ол болды. Вот әсер етпесе ғой, если. Вот әсер ететін аз ғой. Вот шарпа if деген. Иә, енді қара. А если ол тура солай сен челлендж қабылдадың, мысалға айттың осындай, бірақ сен пункттарын бердің. Иә. Конкретно пункттарды емес, сен мысалы обязательно 4 пункт болу керек. Денсаулық саласына деген сияқты 4 пункт бердің. Бірақ андай нәрсе, егер ол өзі 4 пункт қабылдаса да, мысалы маған данный момент қатты керек 4 пункт деп қабылдаса егер, ол сол өз қалаған қалады, сол нәрсені жасай бастады ғой. И соответственно одан результат көре бастады да. И каждый жеңіс, каждый орындалған нәрсе ол үшін это в душе кайф болады да, потому что он делает то, что он хочет, а не то, что басқаларға жаңағы неғып берген емес, басқалардың алдында қабылдап алған емес, то, что мен мына нәрсені жасайын деген емес, жаңағы өзі қалап тұрып сол нәрсені жасаса. Скажем, мен мысалға лично менің жағдайымда не ол күніне мен обязательно 1 сағат отыруым керек өзімнің жеке брендім үшін десем мен оны қалаймын ғой, дұрыс па? Ол нәрсені қалаймын. И не істеймін, күнде 1 сағат соған арнауым керек болады. И когда менде күнде 1 сағат мен өзімнің жеке брендім арналған кезде мен результат көре бастаймын да. Мен неге одан результат көре бастаймын? Потому что мен ол нәрсені қалаймын ғой. Мен біреудің алдында жасап берген нәрсем емес қой. А если мен через не хочу, просто навязанный таңертең тұрып жүгіруді қабылдап алған болсам, ол да жақсы. Ол да сен бір нәрсеге үйретеді. Сен тоже қабылдап таңертең жүгіре бастайсың да. Бірақ веш ананың кайфын неге сезінбейсің? Потому что сен оны қаламап едің да. Оны сен чисто берген сөзіңді орындау мақсатында, и скорее всего ол 30-ші күнге жеткен кезде, когда біткен кезде дальше жалғастырмай қалуы мүмкін. Ал ананы сен дальше кете беруі мүмкін. Вот мынандай вопрос қой. Допустим, мен челленджіме қатысты болса, допустим, мынандай мен бүйтіп айттым оларға. Короче, бірінші денсаулық, ол не важно, сен прогулка жасайсың ба, главное, сен просто күнде барып неге больницаға барып қараласың ба, просто растяжка ма, шпагат па, не нәрсе, просто сен денсаулығыңа, денеңе қатысты бір нәрсе жасау керексің. Просто прогулка, 10 мың шаг, допустим, да. Сен қалама, сен в любом случае жүру керексің, прогулка керек қой. Вот сол нәрсе таңдау беріледі оларға. Вот сол кез, сен соны айтып тұрсың ғой, таңдау беріледі деп тұрсың ғой. Иә, бұл жерде брат, сен челлендждің туралы айтып жатқан жоқ қой. Жоқ, вообще айтып тұрмын. Өзің қалайтын, иә. Значит, таңдау беріледі оларға. Конечно, таңдау беріледі. Иә, вот челлендждар негізі в основном сөйтіп құрылады ғой. Жоқ, челлендждар сөйтіп құрылады ғой, веш, андай нәрсе болды просто. Жоқ, қандай бір челлендж бар, который мысалға сен бүйту керек деп 4 пункт орындайсың. Иә, и мен тұрамда тура сенің пункттарыңды алып аламын. Вот сенің қатең ол. Мысалы, енді мен не айтып жатырмын бағанадан бері? Пункт қабылдаған кезде сен просто өзіңе жасамаңдар. Иә, прям көшіріп алмаңдар, не істеу керек. Сен бірінші өзіңе анықта, сен қай жағынан слабыйсың. Сен қандай сенің жаман, мен ойлаймын, челлендж бастамас бұрын сен өзіңнің жаман привычкаларың жазып шығуың керек. И плюс дұрыс привычкаларың жазып шығуың керек. И андан қарайсың, сен қандай привычканы мен өзгерткім келеді. Дисциплинаны это как привычка ретінде қабылдаған дұрыс, да? Потому что бізді привычкалар басқарады. Жаңа айттым ғой. Обед кейін ұйықтау ол не емес, еріншектік емес, ол привычка. Просто сен үйреніп алдың, ол сенде қалыптасып қалды. Сен үшін это нормально. Ұйықтау сен үшін это нормально болып қалады. Ал само сутьқа, челленджға келсек, оның барлығы это как не сияқты ғой, жүгірсең сенің денсаулығың дұрыс болады деген сияқты, ол по-любому дұрыс нәрселер да. Ода тұрған андай ешқандай не жоқ. Просто біреудікін өзіңе алып алу это қате дегенім ғой. Сен ол жерде уже андай ғой, кумиріңмен не қылған жақсы. Онда бір нәрсе ғой, брат, біз екі әлем бөліп тұрған жоқпыз ғой. Жоқ, сен бағана просто сенікі былай болып кетті да. Сен айттың ғой, мен түсінбей қалған жерің сол депші. Сен былай болып кетті, сен ол қаласа да қаламаса да ол ананы жасау керек деген сияқты. Иә, біріншісінде. Иә, сол ғой, сол ғой түсінбей қалған жерің дегенім ше. Потому что андай да, мен по себе білем, ол үшін не үшін айтамын. Егер сен бастағың келсе, ол сенде де бүкіл көп адамда бар, бастағың келсе, сенде причина көп табылады да, тез просто. Бастамауға. Вот. Сол нәрсе болмасын деп, лучше бастап кетші, қазір ойланбай қойшы, бастап кетші. Потом көресің, сен и так 18 жылда просрал, 17 күн или 20 күнге просто хотя бы осы айтқандар істеші, ойланбай қойшы, сен ойлансаң, ойланып кетесің, не нәрсе менде өзгерту керек. Допустим, личный бренд, сен осознанный адамсың, сен өзің жұмыс істедің, сен білесің оны. Бірақ қарапайым
ну біз де қарапайымыз ғой вообще который челлендж деген психологияға кірмеген адамдарға өзін мен проработка жасамаған диалог жасамайтын медитация десе ой не нәрсе деген анализ жасап тетке травма десе баста қатырмашы деген адамдар бар ғой вот солар да бірақ өзгеру керек қой олар бастаған кезде ең бірінші бастаған кезде мен по себе білемін мен көп іздедім так мен так Вайтенко бүйтіп істеп жатыр мен не істеу керекпін так оны ойланып кетесің да бастамайсың на потом қалдырасың потому что сенде әлі дайын емес а сол үшін егер сен тұрып если бастап кетсең ну ол уже Оскар Хартманның тоже интервьюсы бар ғой ол тоже сөйтеді просто делай просто сол кезде мен Вайтенко челлендж бастап кеттім потому что ол андай да просто жаса потом көресің и челлендж сөйтіп басталып кетті и челлендж басталып кетті 71 күндік Вайтенконың несі по себе айтып жатырмын кейс ретінде 71 күндік басталып кеткенде 32-ші күнде қадалып қалдым мен иә ол сен мощный кейсің ғой по идее 32 ғой енді доказывай алмадым жоқ ол сен басынан бастадың ғой сосын считай ол 72 күн емес уже 101 бәле күн болып кетті ғой если бәрін қоссаң жоқ ана орбитадағы ең бірінші орбитада жүрген кезде мен 31 күнге дейін бардым бұл сессия басталып кетті сосын қалып қойдым бірақ сол кезде мен түсіндім да челлендж не екен деген сияқты идеялар түсіндім көп нәрсе түсіндім бірақ мен чисто Вайтенко не айтса соны жасадым кәдімгі кітап оқыдым неттім күшті меломанға барасың мега барасың оқып білесің нормально 31 күнге дейін жалғасты потом екінші челлендж болды ғой сол кезде мен екінші челленджде 85 күннің 11-ге келдім қадалып қалдым 85-ке 16 96 күн вообще 85 күн сосын бітіріп шықтым бірақ қара просто айтайын деген сол нәрсе ғой бастап бара саған просто қиын болады ана если мына допустим енат айтқандай сен ойланасың мен кіммін деген сияқты ойланып кетсең қатты ойланып кетуі мүмкінсің да егер сөйтіп ойланып бара жатсаң лучше ойланып бара жатсаң ойлансаң күшті бәрі бірақ если сөйтіп қатты ойланып бара жатсаң саған бастамауға ол причина болып жатса лучше бастап кете сал потом сол кезде сен по пути түсінесің не нәрсені өзгерту керек не нәрсені дұрыстау керек деген сияқты деген идея ғой потом екінші челленджде мен уже түсіндім так челленджing нәрсе осындай ощутил болды программасын құрасың уже под себя құрасың и до конца жетесің деген идея но в любом случае мына сөзге келемін что сен когда под себя құрастырасың сол кезде до конца жетесің потому что сенің қалауларың орындалу керек қой как бы точка Б сен мотивация беру керек қой точка Б-да мен осындай адам боламын точка Б-да мен ағылшын осынша бір деңгейін бітіремін деген сияқты идея мынау насчет жалқаулық туралы айтады ғой негізі леннің екі түрі бар екен да пассивный лень и активный лень деген сияқты анау жаңағы сол еріншектер құрастырған шығарсың гуглда артықы бар ғой айтады ғой бір несінде бар еді ғой мен в основном жаңағындай еріншектер жұмысқа аламын неге олар потому что Билл Гейтс айтады еріншектер жұмысқа аламын потому что олар жұмысты не істейді жеңіл жолын табады деген сияқты а бірақ еріншек само жалқаулық деген сөз это ол қате сөз ғой вот пассивный жалқаулықтар бар екен қараңдар егер сендер бір өзіңе керекті статьяны қарап өзіңе керекті статьяны алдың мысалға қалай арықтау керек деген сияқты статьяны гуглға жаздың да ана постты до конца оқымаған болсаң сенде уже это пассивный лень сен уже саған уже анау жүгіру жаңағы не істеу ол былай тұрсын сен вообще ештеңе қабылдамайсың потому что сенде автоматом саған крест қойып тастаған да уже саған уже ол момент сен ешқандай информацияны қабылдамайсың бұндай кезде сен челлендж чисто активность ғана қабылдау керек болды активный нәрселер сен жүгіру керек жаңағыдай бір сөзбен айтқанда отырып істейтін нәрсе емес миға нагрузка салатын нәрсе емес чисто физически қимылдайтын нәрселермен өтіп барып сен активный неге өтеді екенсің да активный леньға ал активный лень деген ол не емес ол физически жалқаулық болуы мүмкін ол бірақ мидың жалқаулығы емес та ол ми не істейді бір жұмыс беріледі ғой сол жұмысты тезірек орындап демалу үшін ана жұмысты орындауға асығып тұрады екен да мен тезірек бітіріп тастаймын и оны жұмысты орындап тастаймын потом чтобы ана жұмысты қайталап орындамау үшін ананы ол жылдам и качественно орындайды екен да сол үшін мынандай если пассивный лень байқадыңдар ма андай не істеудің қажеті жоқ депрессия кіріп лучше сразу жүгіріп физическая активность көп жасау керек сол кезде сенде жаңағыдай АМП ма сондай адамда нелер болады и бізге де гормон и бізге де гормондар болады сол гормондар азайып кетсе все уже адамда чисто пассивный лень болып қалады екен оны даже анау тышқандарға салған ғой бізде тышқандар белка в колесе дейді ғой жүгіре береді ғой мысалға белканы колесоға салып қойсаң ол жүгіре береді екен да потому что да жаңағы гормондар бар екен и ученыйлар соның гормонды просто одан алып тастаған ғой
гармон ба ол бірдеңе, короче. Гармон сол. Алынып тасталған. Анна, походу. Алып тастаған кезде ол колесоның ішінде жүгірмей қалған ғой. На самом деле ол колесоның ішінде жүгіре беру керек қой. Прикинь, соның ішінде жүгірмей қалған екен, да? Получается, любой депрессия, любой апатия, мысалға, дисциплина деген нәрселердің барлығын адам қай кезде тез жасап кетеді, когда да физический активность керек болса. Яғни ең бірінші фокус қою керек нәрсе физический активность екен. Сол үшін мына болманша жүгіру деген сол. Иә, ол дұрыс. Бірақ еще тағы бір самый важный нәрсе өзіңді сразу көп алуға болмайды. Это важный нәрсе. Даже үйдегі бала әлі жоқ, даже өзімнен айтайын, иә, айтып жатсың. Өзімнен айтайын, даже мен таңертең ерте тұрғым келген кезде ол таңертең ерте тұру деген нәрсе, если енгізетін болса, ең қиыны сол. Ең қиыны сол. Дальше. Соны енгізу керек болған кезде маған ақырын бастау керек еді. 7-ден бастау керек еді. Либо 8-ден бастау керек еді. Мен тұрымда қарсы 5-ке қойып тастаймын. Қарапайым 10. Или хотя, жарайды, слишком ондай емес. Хотя бы 8, да? 8-де болайшы, 8 это нормально. Жоқ, мен неге айтатын просто біз қазір 12-де тұрып жүрік. 12-де тұрып жүрік. Қазіргі жағдай біздің. Ол тема неге қозғалды, неге өтті, потому что бізге де жайлап енгізу керек. Сол үшін челленджинг нәрсе, сол үшін жасалып жатыр. Потому что бізде қазір көп Қазақстанның бір 70%, білмеймін, мен не танымаймын, но таныстарымның көбісі 12-11-лерде асықпай күшті болып тұрады. Бірақ соны бір жөндеу керек та сол нәрсені. Сол үшін да негізі жақсы тақырып. Жоқ, біз бұл нәрсені түсіндік қой, то что біз ана нәрсені түсіндік қой, біз ояу кезімізде қаншалықты эффективный боламыз. Қаншалықты ерте тұрып, целый день құр жүргенше, лучше ұйқың қандырып тұрдың да, сосын эффективнее болдың. Бірақ біз оны түсіндік, бірақ ертерек тұрсақ та біз үшін ол вообще жақсырақ қой. Иә. Просто біздің проблема кеш жатамыз сосын ғой. Кеш жатамыз, иә, кеш жатамыз. Негізі проблема ерте тұрсақ, 11-де тұрсақ біз продуктивный боламыз деген емес, просто біз кеш жатамыз, сол үшін сондай нәрсе. Но сіздер де кеш жатамыз. В общем, айтқан кезде көбісі күйеулер бар андай, мен кеш жатырмын дейді да, мына сенің. Иә, все. Дальше не істесең де үлгермейді сияқты. Потому что мынандай болды да, 7-ге будильник қояды Ернат, допустим, ментіге будильник қояды. Потом вдруг 7-де мен сенің самайдың четкий сен подтверждать етіп отырасың. 7-де тұрам деп бересің өзіңе уәде. Будильник бірдеңе нәпсімен күресіп ұтылып қалатынын түсіндіресің. Сосын сағат қарайсың, ояндың 10 болды. Уже поздно. Мен егер 7-де жүгіргенімде күшті одан да пайдалы болар еді, ка 10-да жүрсем, дым пайдасы жоқ деген идея емес, сосын дәршін жүресің. Сондай ауру. Ол көбісінде болады, ол менде де болды негізі ондай, потому что. Бірақ хоть таңертең тұруды біз жасамасақ та, бірақ басқа жағынан біз жақсы өстік қой. Просто андай нәрсе бар да. Бан жақта болады дейді ол. Мысалы, сила, воля, дисциплина деп жатыр. Батырик бар ғой, да? Иә. Сила, воля, дисциплина деп айтып жатыр. Негізі, анау, чтобы сол дисциплина деген нәрсені дальше до конца алып кету үшін, яғни ол тоқтама үшін да, ол өміріңе сынып қалу үшін, ол нәрсені измерять ету керек. Измерять ету керек ол нәрсені. Яғни ол өлшеніп отыру керек. Жақсы сөз бар ғой, что измеряется, то управляется деген. Яғни сен не нәрсені өлшей аласың, сол нәрсені басқара аласың. Мысалы, сен таңертең тұрдың, уақытты қостың, таймерді қостың, сен көрдің қанша минут жүгіре аласың. Скажем, сен 10 минут жүгірдің дейік та. И сен ертесіне қайттан, мысалға сен 10 минут жүгіргеніңді білмесең, білмеген болсаң, сен нормально өзіңе довольнсың, ризасың. Ерте таңертең тұрдың да сен жүгірдің да, 10 емес, сен 15 минут жүгірдің да, бірақ қатты шаршап қалдың. И тебе кажется, сенде не жоқ сияқты. Сен өсіп атқан жоқ сияқтысың да, потому что уақыт өткен сайын қиын болып жатыр. Неге қиын болып жатыр? Потому что сен қосып атсың ғой каждый раз. А прикинь, сен кеше мен 10 круг жүгірдім, то есть 10 минут жүгірдім, из-за этого менде нормально болды. Бүгін мен 15 круг жүгірдім. Сол үшін мен шаршадым. А мен шаршағаным это нормально. Неге? Потому что мен кеше күннен көбірек жүгірдім ғой. Ал егер өлшемеген кезде мен 15 минут жүгіргенімді білмес едім да, и как будто мынау нәрсе мен үшін ауыр бола бастаған. Өзің сорлы сезінесің сосын. И сорлы сезіне бастайсың. Мысалы, ол қиын нәрсе бола. Негізі ғой, мына ненің подкасттың басына камераны ауыстырдық қой. Шамалы не сияқты дебат сияқты болып кетіп көрінуі мүмкін, напряженно болып та, мен екеуі ұрысып жатыр деп ше. По идее біз көп сөйтіп сөйлесеміз. Всегда солай сөйлесеміз. Иә, бірақ сөйлесудегі мақсат не? Қырылу, не емес. Мақсат неде? Мақсат, бір ой бар, екінші ой бар, екінші ойның, яғни бір-бірімен бет келісу. Бірақ, если заметили, қоспадың ба? Қоспадың ба? Сен сөйлеп жатсың, бірақ маған. Если заметили, мынандай нәрсе да,
в итоге айналып келіп екі мнение қосылып бір шешімге келеді. Иә, решение бір баққа. Иә, потому что біреу басқалай түсінеді да, біреу басқалай түсінеді, просто соны жеткізілуі. Так что андай орыс не ретінде емес. Сосын не нәрсе ғой, по идее подкаст несінде бар ғой. Біз былай отырып, сен былай отырып, жайғасып отырып, мына жерде сулар тұрып, ше, спонсорлардың сулары сөйтіп тұрып, жатып тұрып, сенде қалай деп айтатын әңгіме ғой негізі. Негізі. Енді бұл алғашқысы ғой. Опыт жоқ қой все-таки бізде. Бірақ андай нәрсе ғой. Ақырын басталады ғой. Иә. Бұл да бір челлендж. Иә. Бір бастама. В любом случае, енді 2 апта салмадық. 2 апта салмадық. Ол енді просто шын айтамыз, өтірік айтамыз. Өтірік айтайық деп қояйық. В общем, өтірік болса біз қатты жұмысқа кіріп кеттік, егер шын болса, Енат бүгін шашын алды, сосын соны күтіп жүрдік просто. Соны күтіп жүрдік, иә. 2 апта бойы сол не үшін шаш алып барып шығып жатыр. Екеуі де өтірік болды ғой. В общем, айтқан кезде негізі кешке қарай бізде жұмыс болды ғой. Иә. Вебинарларымыз болды, жұмыстарымыз болды. Вебинар дегенде қалай? И подкасттың өзіне вайб керек негізі. Түсіретіндей ше, вайб керек, андай дохлый немен. Вебинар дегенде заказной вебинар, потому что әлі вебинарлар бар, которые жасап жүрген вебинарлар старый модельмен. Ладно, айтамыз. В общем, по идее қазір нең қалай болып жатыр? Қазіргі сен нешеде тұрып жүрсің, қалай болып жатыр вообще состояние? Қазір шынымен сол нәрсені айтқан дұрыс сияқты. Мысалы, қазір кім не өзгерткісі келеді, иә, өзі. Иә. Сен қазір точка А, точка Б не қалайсың? Ну, мысалға андай ғой, негізі сен көбінесе челлендж қабылдайсың ғой. Көп қабылдайсың да. Ал мен более философированный адаммын ғой. Пәлсапаға жақын. Мен челленджді басында қабылдаймын. Иә. И сол жақтан көп нәрсені түсініп барып сөйтіп шығарам деген. 10 рет не үшін деп сұрайсың ба? Иә, 10 рет не үшін деп сұраймын, солардың барлығына жауап берген кезде ғана мына нәрсемен мен айналысуыма болады деген сияқты да. Қазір в данный момент ерте тұру ол бәрібір керек негізі. Ерте тұру. Потому что біз мысалы Рамазан айында мысалы мен қатты байқадым да, ерте тұрасың, ол вообще бөлек, сен как будто весь день удался болады ше. Білмеймін, өзінен өзі сен жолың болады, сенмен кездесу керек адамдар кездеседі. Ну, именно бірақ сен ол үшін тұрмайсың ғой таңертең. Просто сен бәріне дайын боласың. Если айттық қой біз кез келген діннің мәселесін, философияның мәселесін логика жасасаң, ол келеді. Сен таңертең ерте тұрған кезде просто сен осознанно кіресің күнге. Яғни сен білесің не нәрсемен айналысу керек, не нәрсе маңызды, не нәрсе маңызды емес деген сияқты. И сен маңызды нәрсеге скорее всего көңіл бөлесің да, таңертең тұрған болсаң. Потому что басың таза, дала тыныш деген сияқты ғой. И то андай нәрсе, екінші нәрсе бар. Информацияны да тез қабылдайсың ғой таңертең. Екінші нәрсе бар ғой. Сен ол нәпсі бар, не бар, эго бар, не бар. Сен осознанно бүйтіп қалады, мен типа көп ұйықтап жатырмын, ерте тұрдым деп. Чувство достоинства вот шамалы. Иә, чувство достоинства. Сен ұттың деген сияқты. Бірінші жеңіс. Сен типа таңертең тұрған кезде сен жеңіспен бастасаң, болды. Сенде доп энергия, пауэрбанк қосып тұрады сенде. Бір күнге пауэрбанк бар, короче. Да? Потому что енді екінші жағдай, сен таңертең тұрдың, 10 болды ма не деп тұрасың, болды, бірінші сенің жеңісің поражением басталды. И өмірің дәл солай. В общем, бір күн бір өмір деген сияқты идея ғой. Немен басталады деген сияқты. Бағанағы, ну, самодисциплинаға келсек, мысалға бір нәрсені қолға алған кезде мынандай нәрсе болды. Именно Рамазан айында мысалға мен былай жасадым. Мен 3 күндік қана болды ол. Просто өзім көргім келді. 3 күндік не челлендж ба? 3 күндік челлендж сияқты болды. Просто мен өзім для себя оны ішімге айтпадым, просто былай көрдім. Былай 3 бағанға бөлдім да, и мына жаққа жасалатын әрекеттер деп қойдым. Мен жасауым керек әрекеттер, бір шетінен нәпсі деп жазып қойдым. Екінші бір бағанға ернат деп жазып қойдым да. И соның ішінде мысалға 100 рет калима айту деген не болды. Сондай бір орындау керек нәрсе болды. И бір күні бастадым, басында бәрі ернат 1 очко отыр, нәпсі жағым 0,0 очко болады. Бірінші күн солай болады, ол бәрібір солай болады. И екінші күні жатырым, мен ұйықтайын деп жатырмын да. И именно сол нәрсе, жаңа калима айту, мен оны орындаған жоқпын да. Орындамадым, мен жатырым, ұйқым қатты келіп тұр, бірақ ше. И менің есімде да, мен ана пункт толтырған кезде ернат 1 деп тұрған ше. А если қазір мен ана сөзді айтпасам, нәпсі жақ 1 болып кетейін деп тұр да. Мен анау жарайды ұйықтай берейін сесем, ана нәрсе жібермей жатыр да, мен действительно нәпсімнен жеңіліп бара жатқан сияқтымын да. Андай бір жаман чувство берді. И мен ойлашы, сол қаншалық ұйқым келіп тұрса, мен тұрдым,
калиманы 100 рет айттым, одан кейін барып ұйықтадым ғой, как будто андай баста бір галочка қойылған сияқты болды, тың депші, все ұйықтасаң болады деген сияқты ше. Бір уайым сияқты болып тұрды да ана нәрсе ше. И ойлаймын да мысалға, егер дисциплинаны да сен өзгерткің келген нәрселерді солай қойып қойсаң да, 1-0, 1-0, сен нәпсің, и сен жазып жатсың, сен жақ ойлашы, мысалы сен тайыр, и нәпсі, и тайыр жақ 3 очко, 4 очко, 10 очко болып бара тұр, и сен чувствуешь, сен уже 10-ші күні ана нәрсені істеп жатсың да, сен біліп отырсың да 10-ші күні сен. Ана сен де білесің ғой, бүгін 40-ші күнге келдім, 70-ші күнге келдім деген сайын, аналар орындау оңайырақ бола бастайды ғой, потому что сен білесің қанша оны өтіп тастадың да. Сол үшін ғой ана өлшенген нәрсе тезірек дамиды деген ше. Менде бірақ мынандай нәрсе ғой, білесің ғой, мен нәпсіні жау емес, друг ретінде санаймын ғой. Мен мана сен допустим сен нәпсі деп сені бүйттің да, сосын мен өзіме адаптация жасап жатырмын, типа нәпсі екеуміз бүйтсек, шайтан 1-0 деген сияқтысың да, типа өзіңе қарайсыңдар ғой уже. Короче, жарыстырсаң ана жерде. Будда болсаң, Будда деп өйтіп қойып қоясың, не важно, христиан болсын өйтіп қоясың. Но типа идея главное сен түсінесің, типа давай нәпсі екеуміз тұрамыз да, шайтанды ұттық көрдің бе, все кеттік бір одан ойла деген сияқты идея. Просто чувство достоинства береді. бүйтіп шайтанға да бәрібір ғой негізі сен істеп жүргені ше, негізі. Оның идеясы бір нәрсе ғой, бірақ просто саған легче да ол нәрсе. Өте легче болады. Сен қылғың келмейді уже ана. Адам по идее бізді адам жарысуға неге жақын ғой, да? Бірдеңе жарысқысы келеді. Вот солай, жарысқа жақын ғой. Просто көп адам басқа біреумен жарысып кетеді, сосын депрессияға кетеді, допустим. Ол үлкен тақырып ашып кетеді шығарында. Тайырдың жағдайында шайтанмен, менің жағдайымда ол үшін нәпсіңмен жарысып керек та. И ол прям қатты көмектеседі. Потому что ол сен басында тұрады ғой. Мен қазір істемесем 1-0 болады, мен ұтыламын уже деген сияқты. Сен ұтылғың келмейді оған. Сен стористағы басқа адам бір инстаграм блогерің бес та, сен өз-өзіңмен жарыс деген идея сол негізі, просто соны адаптация жасағансың ғой сен. Өзіммен жарыс деген нәрсені. Анау кімнің Марлан Сейсенбайдың да кайдзен деген несі системасында тоже бар ғой, айтады ғой, сен бір баған қойып қой, сен орындаған нәрселеріңді сол жаққа көшіріп отыр, алып тастама депші. Сол кезде сен 1 жылдың ішінде не жасаған көріп тұрасың, анау бәрі прям если үлкен тақта болса, мынау да сол сияқты ғой. Когда сен типа армандарың орындала бастаған сайын сен больше хочешь. Арман орындау оңайырақ екен ғой деген сияқты чувство болады деген сияқты ол дальше кете береді. Кайдзен демекші. Жүрегімен де көрсетіп береді. Бізде мына жерде мини кайдзен бар, мини жайлап кіреміз оған. Онда сразу кіріп кетуге болмайды. Потому что біз басқа үйде тұрған кезде, басқа квартирада тұрған кезде соны енгіздік қой. Вообще кайфы болды ғой. Потому что біз анан бір күн бітеді ғой, или бір апта бітеді, сол кезде тұрамыз да, ана істелген жұмыстарды қарайсың, нашар бітетін ба дейсің да, күшті болып мусор лақтырасың, бірақ мусор лақтырғың келмейді, бірақ как жетістіктеріңді көрген сайын саған легче двигаться дальше. Анау Қуаныш Шонбайдың да каждый аптаны бүйтіп домалақ қылып қояды ғой. И если сол апта нашар болса, мысалы ештеңе бітірмеген болса, қызылға боя. А если ол нормально бір сол апта, мысалға продуктивный, пайдалы болған болса, оны жасылға бояп қой дейді ғой. И сен көресің 1 жылда сенде қандай нәрсе. Сен дамыдың ба, или регрессқа кеттің ба деген сияқты ғой. Тоже көріп отырасың деген сияқты. Оны біз неде терезеде істеп отырық. Каждый апта не жасап отырық, сол нәрсені істеп отырық. Уже былай айтқан кезде Майк Тайсон айтады, көп Шамиль Аль-Дин дисциплинаның прям символы, прям дисциплина. В любом случае, если дисциплина болса, допустим, өзімізді білеміз, біз кейде таңғаламыз өзімізге. Елестетші, біз бір күнде 2 сағат жұмыс істесекші, 3 сағат жұмыс істесек, қандай болып кетеміз деп ойлаймыз өзімізге. Потому что біз бір күнде примерно 1 сағат па жұмыс істейміз негізі. Қалған бәрі ойлану, үйту деген сияқты идеямен кетіп қалады. Но бүйтіп отырып, ойланып, стратегия деген сияқты 1 сағат па кетеді примерно. Одан көп кетпейді. Сол кезде ойлаймыз, по идее, если біз дисциплина барлығы болып, күнде 5 сағаттан жұмысқа арнап жүрсек, біз көп нәрсеге жетер едік. Қазірге қарағанда. Еще білеміз оны. Оны білеміз еще. Но былай айтқан кезде дисциплина в любом случае керек. Андай емес, по желанию деген нәрседен бөлек. Дисциплинамен жүрген адам в любом случае жетеді. Оған дәлел даже Роналду болсын, қанша из ничего көтерген адамдардың барлығы через дисциплину, через упорный труд только. Упорный труд. Жолып кеткендер саны өте аз. Потому что көп адам дәлелдеп жатты, что упорный труд, дисциплина, сила воли көп нәрсе жеткізеді. Прям жоқтан, яғни өзі көтеріліп, self-made дейді ғой, self-made, яғни өз-өзін жасаған адам. Да, ол адамдар только через упорный труд.
сурет бар ғой тастан өзін деп шығарып иә өзін бүйтіп жатқан өзін типа томпақ болғанда не качок қылатын деген идея соған біз де соған замыз соған тырысамыз біз ондай емеспіз но сондайға тырысамыз и манағы біздің жасап жүрген челленджер 3 күндік болсын 10 күндік болсын 40 күндік 30 күндік кішігірім ощутить сол вайбты сол жеңісті сол дисциплинаны потому что оған үлкен күш керек не керек но в любом случае ең басында қай кезде до конца баруға оңай болады когда сен не үшін екен саған не нәрсе керек екен бәрін анықтап алып соның бәрін біліп алып қойып алсаң челлендж емес болып кетеді прям бәрі потому что сен өмірің сразу результат болады сенде когда сен өзіңнің нелеріңді қойып құрып шығасың өзіңнен просто ол жасай алсаң оны да ал егер сол нәрсені сен деп жатқан кезде какой-то бір кішкентай сыбыс жасамай ақ қойшы әлі сен өзің таппадың ғой деп айтса онда жасау керек сенің ішкі әлемің ішіндегі адамың ішкі нәпсің досың сенің вселенная космосың білмеймін қандай дінге сенесің но сол нәрсе сен ішкі жан дүниең саған жасамауға алмау керек жасауға итерсе оны тыңда ал егер бірдеңені істеме деп отрицательно итерсе это автоматом значит соны жасау керек мен как бы өзімнің немім бойынша сөйтіп айтамын сөйтіп тұрсам не всегда получается но стараемся сөйтіп жасауға иә үшім сол айтатын нәрсе соны жаңағы қорытындыладым біз не емес хотя біз мықты бір дисциплинированный адамдар емеспіз бірақ біздің айтқан сөздерден айтылған жаңағы но бізге көмектескен нәрселерді айттық қой бірақ самый главный саған не көмектесті маған не көмектесті сол нәрселерді айттық соның біреуі сен өздеріңе алып и сол нәрсені өздерің жасап көмектесіп жатса это тоже хорошо оның өзі жақсы ешкім идеальный емес бәрі самое главное действие өмір бойы стараться Гран Кардың кітабын оқыған кезде вот қатты мен есімде қалып қойған нәрсе если не знаешь что делать просто делай деген нәрсесі просто неважно не істесең де сен депрессияда жатсың ба прям қатты дноға кетіп бара жатсың ба сен не істеріңді білмей жатсың ба просто шық та жүгір или футбол ойна неважно самое главное тыныштықта жатуға болмайды не дейді өзім көп айтатын сөз өзіме көп айтатын сөз бар ғой бездействие равно депрессия деп сондықтан бездействияда вообще болмау керек болды болмау керек ол бізге өзімізге жатыр қазір иә өзімізге жатыр потому что не всегда получается но стараемся солай бүгін подкаст осымен бітті деп ойлаймыз жайлап пайдалы болды деп ойлаймын мен жайлап осылай тақырыптарды аша береміз тақырыптар болса кстати челленджға қатысыңдар деп қояды бұның бәрі біздің ойымыз жоқ челленджға қатысыңдар ол міндетті түрде біз бағана бізде дебат болған жоқ екеуміз бір нәрсені айттық на самом деле екеуміз бір нәрсені айттық просто өзінің каждыйның точка зрениясы бар просто әркім өз точка зрениясын қорғады а на самом деле ол бірақ нәрсе сондықтан челленджға обязательно қатысыңдар потому что мен челленджға қатыспағанда мен білмес едім мына нәрсені өзім айтып отқан нәрсені мен қатысқаннан кейін барып ол нәрселерді білдім и қорытынды ретінде алланың сүйіктісі аз-аздан бірақ тұрақтысы все давайте көріскенше соңында реклама айтыңызшы реклама қандай реклама андай осындай видеоларда типа күшті анық дауыс естілгің келсе типа андай петличка сөз потом если көп блогерлар бар ғой енді мынандай петличка біз алдық мына петличка жібердік дауысыңды тексересіңдер қосып қоясыздар бүйтесіңдер если что керек болса осындай петличка алыңдар жақсы беспроводной мобилографтарға в общем мен бизнес саласында жүрген любой адамға в любом случае петличка керек все давайте удачи әдемі бітті да осындай вайппен болу керек еді ғой негізі